Кім білсін әлі ерте мене кеш пе, жер астынан шығамыз ертелі ме кеш пе. Бес бармақ жұмылар, беш бармақ жұтылар, біз қазақпыз, ішімдікке қылмыс тұтынар. Кім білсін әлі ерте мене кеш пе, жер астынан шығамыз ертелі ме кеш пе. Бес бармақ жұмылар, беш бармақ жұтылар, біз қазақпыз, ішімдікке қылмыс. Елге қандай не өзгерістер болды жақында, осы бір аптаның ішінде қандай өзгеріс болды, қандай елімізде жаңалық бар? Бізде жаңалықтар көп. Біз бүгін өз ойымызбен бөлісейін дедік. Көпшілердің көзқарасымен жақында ғана осы аптада президент латын әрпіне көшуіне ресми түрде қағазына қол қойды. Сондықтан қандай болса да латын нұсқасына көшумен құттықтаймын біздің көрермендерімізді. Сол жайлы қысқаша өз ойымызды, өз пікірімізді айтып кетейін дедік. Сондықтан өз ойымды айтып кетсем. Ең маңызды жаңалық сол біздің еліміздегі жаңа латин варианты құтты болсын. Ұнай ма, ұнамай ма, ол енді қазір сол туралы сөйлесеміз. Бірақ енді ол заң түрде ресми қабылданды. Енді мәселені енді біз қазір бастап сөйлесеміз. Бірақ меніңше қажет жоқ айтып түсіндіруге латын әріп керек екенін бәріміз біліп тұрмыз. Ол өз заманның таңдауы, өз халықтың таңдауы. Қазіргі жастардың өзі онсызда да телефон арқылы, компьютер арқылы, мессенджер қазір әлеуметтік неде тек қана латын әріппен көбісі халық қолданып жүр. Және бұлай танымалы айтсам болады, арьергатта жүрген компанияның өздері латын әріпке ауысып ребрендинг жасап жатқан уақытта болды. Енді қазіргі таңдалған варианты енді өте көп шум шықты. Біріншісі варианты сәбіз дегенде вариант болды. Оны өтті. Оны енді мен мысалы бірінші көтеретін мақсатым, бірінші көтеріп тұрған тақырыбын мен айтайын дегенім, бізде өкінішке орай өте көп әлі шейін біздің қауымның ішіндегі орыс ойда, орыс сөз сөйлеп жүрген азаматтарымыз өте көп бұл интернет арқылы қалжыңға әзілге айландырып, бірақ бірінші вариантты қабылдамай, алғашқы вариантты өте көп критика жүргізіп, қажетті керек емес екен деп, қиын болады әрине деп, қалай ауысамыз, соны өте көп қаражат кетеді кітап жағынан, не жағынан деп қарсы шығады. Сондықтан қазақша сөйлейтін азаматтарымыз көбісі сол баяғы бұрынғы тенденция арқылы орыс тілінің азаматтары неліктен деп олардың артынан сөзін ілмектеніп жүріп, онда да қабылдамай жүр. Енді соны біз ұмытшылар ретінде, яғни нормальный адам деп айтатын болсақ, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі бұл әріп біз үшін арналған, орыс сөйлейтін адамдар арналмаған, ол орыс тілге арналмай, орыс тілінің ешқандай қажет болмайды, орыс тілге ешқандай екеуі тиіспейді, орыс алфавиті қалады, кирилл алфавиті орыс тілге қалады, оны өзгертіспейді. Бұл қазақ тілге арналған нәрсе. Сондықтан кім қазақша сөйлемейді, кім қазақ тілді қолданбайды, оны меніңше енді бұл қатысы жоқ деп те айтуға болады. Ал енді біз қолданып жүретін ол біз боламыз, және біздің болашақ. Біз демографияны көрсетті, таза енді болашақ қазақ тілде болған соң, бұл енді апостроф арқылы. Екінші варианты география. Мен қысқаша шолып кетейін. Латын әрпіне біз бірінші рет көшіп отырған жоқпыз. Оның алдында 29-28 жылдардан бастап 40 жылға дейін біз латын графикасында болдық. Латын әрпіне. Бірақ та 40 жылы Ұлы Отан соғысының алдында біз жарты жылдың ішінде, 6 айдың, 3 айдың ішінде біз отар мемлекет болғаннан кейін ол кезде бізден ешкім филологтармен есептеспейді, бізді кирилл әрпіне ауыстырды. Сондықтан бұл қазіргі кездегі тарихи кезең болғандықтан бұл бізге өте қуантарлық жағдай болып отыр. Қандай болса, апострофлы болса ма, әлде диграфтықты болса ма, ол біздің ұлтымызға өте жағымды, жақсы әсерлер жасайды деп ойлаймыз. Сондықтан
қуанып отырмыз латын әрпіне көшкенімізге. Ал енді ең маңызды сұрақтар латын әріпке оралдық тарихы бойынша, бірақ енді мысалы сол Q әріпті алайық, өте көп шошылықтар, сосын сол апострофты. Қиын бола ма, оңай бола ма, бір ең маңызды мақсаты, мысалы латын әріптің аңдаған кезде, комиссияның өзі шешілген кезде мынандай болған. Ең оңай бұл клавиатура арқылы оңай жазу керек еді, және интернет қолданушы және компьютермен қолданатын адамдарға ыңғайлы болатындай вариант ойлап шығарған. Сондықтан бірінші вариантта да негізі шынымен ыңғайлы болған, екі әріпті былай әріпті ауыстырмай, клавиатурадан ауыстырмай жазатын. Бірақ бұл қиын болған, ана Қырғызстанның алфавитында бауырым деген сияқты екі жол болуы мүмкін де, мысалы. Ол енді мен ойлаймын, қазіргі кезеңде пікірталастар көп интернет желілерде. Әркім, әр адам бізде өз нұсқасын көрсетіп жатыр, өз нұсқасын ұсынып жатыр. Бірақ та қандай болса да, диграфтық па, әлде диакритикалық па, әлде апострофтық, немесе кейбірлер жағынан қолдаушылар бар. Бір әріп, бір дыбыс апострофсыз, ол түрік графика сияқты, поляктар сияқты, немесе басқа алмандар сияқты умлеулықпен қосып. Сондықтан бұл процесс әлі жалғасуда менің ойымша, және дамиды. Сондықтан бұл пікірталастар әлі орынды. Бірақ та біз жаңа алдында аман айтып кеткендей, интернет желілерде кейбір критикамен қарайтын адамдар бар. Біз латын әрпіне өтіп жатырмыз, өйткені кейбір сол критика айтушылардың көбісі осы латын әрпіне өтуіміздің маңыздылығын түсінбейді, немесе мүлдем қазақша білмесе, егер де кирилл әліпбінде артық дыбыстармен қосылған бұл ескі алфавитті түсінбесе, қазақ тілін білмесе, бірақ та пікірталасқанда олардың плюстерін қажет. Мен де сөйтіп ойлаймын, біріншіден оны қолданып тағы да айтып кетейін, қазақ елі, қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын. Қазақша ойлайтын адам болса, бағанағы біріншісі, екінші вариантта қиын емес, үйренуде ыңғайлы. Үйреніп кету уақыт не ары кетсе бір 2-3 ай керек деп ойлаймын. Кейбір акиматтардың өзі асығып, сол апострофпен бірге қолданып, Маңғыстаудың қателеспесем акиматтың өзі сөйтіп ауыстырған, үлгерді. Батыс Қазақстанда, Маңғыстауда ақырында бұл процесс меніңше енді белең алып жатыр. Біз үшін біз ойлаймыз негізі осы 30 тәуелсіздігімізге 26 жылдың ішінде бұл нағыз тарихи қадам. Шешуші қадам. Өте кеш болса да ол тарихи нәрсе, біздің мемлекетті қозғап отырған нәрсе. Қазір енді біз таза өзіміздің ішіне және дүние жүзінде де бәрімізге көрсетіп айтып отырмыз. Біз бұрылып дүние жүзінен қалмай, кім латинше жазады, кім латинше оқиды, оғанда қиын болмайды басқа тілде. Себебі қазір өте көп контенттің өзі, кітаптар, кино болсын, ақпараттың көбісі латын әріпте жүреді, мысалы. Ағылшын болсын, француз болсын, алман тілі болсын, кітаптар көбісі латын әріпте жүреді. Қателеспесем, бір дүние жүзінде 3%-ның азы сол кириллицамен жүреді. Қалған бәрі мысалы өздері ойындар, мысалы 3% біз өз-өзімізді шектеп отырғандай сияқты боламыз. Қазақша ойлайтын адам, қазақша сөйлейтін адам, ол латинше жазатын соған ыңғайлы болады деп ойлаймын. Ал енді апостроф деген жазу шынымен қиын екен. Әр әріп сайын ауыстырып отырасың. Ұялы телефон арқылы, планшет арқылы жасаң мүлдем қиын, себебі ол уақытта клавиатура әлі ол шықпаған. Бұл әлі шикі деп вариант деп айтуға да болады. Жұмыс нұсқа әлі. Менің ойымша әлі бұл нұсқа өзгеруі мүмкін. Өйткені жаңа диграфтық латын әрпі болсын, немесе апострофлы латын әрпі болса, ол 30%-ға сөзді ұзартады. Сондықтан біздің ойымша бұл әлі өзгерістер болады, соны күту керек. Сондықтан
үмітіміз бар, мына біздің мемлекетіміз халықтың естіп, енді қандай болса да күлкілі естілетін болса да, бірақ үмітіміз бар, біздің мемлекет бұны аяғына шейін чекі варианты халыққа таратпай, әлі тағы жұмыс жүреді деп үмітіміз бар. Бірақ енді қалай болады деген көреміз. Мен тағы да қайталап кетемін, латын әріпке оралған өте дұрыс нәрсе, ол тарихи нәрсе. Ал енді варианттың түрін оны филологтар мен ғалымдар өздері ойланып шығарып халыққа жеткіздіру керек. Сосын біздің менің ойымша және біздің ұлтшылдардың ойынша өте нашар жүріп отыр жұмыс процесс халыққа жеткіздіру, яғни халықпен араласып халыққа түсіндіру процесі мүлдем жүріп отқандай сияқты, жүріп отқан жоқ сияқты. Халықтар оны интернет арқылы ғана білетін, мысалы латын әріптің өзгерген деп біздің президент қол қойды екен деп жаңалықтарын көп көріп таңғалып отыр, мысалы. Негізі ол өте дұрыс емес. Ол сонда азамат қарапайым біздің өзімізді, мысалы мен өзімді ойынсам, менсіз шешілген нәрсе сияқты осындай жағдай болып тұрады. Мысалы мен өз елдің азаматымын, салық төлеп отқам, заң бұзып отқам жоқпын, не деп отырмын, өз елінің бір құрамында болған екенін сезініп тұрған нәрсемді мысалы жылап тастаған сияқты болады. Себебі мен сұрамай, мен нетпей, бұндай нәрсе референдум өту қажет па, референдум өту қажет емес па, оны енді заң түрде заңгерлер өздері шешеді, бірақ қалай болса да халыққа жеткіздіріп бір жұмыс жүру керек еді. Өкінішті орай ол болмады. Халықтың ойын білу керек. Сондықтан өте көп мынандай критика, негативтік процесс жүріп отыр. Негативтік процесс әр қауымымыздың қазақ елдің ішіне ең кішкентай жас балалардан бастап үлкен кісілерден жеткізсек те жұмыстан да профессиясына несіне қарамай көбісі қарсы шығып отыр бұл қазіргі вариантқа. Біріншіден, әрине олар үлкен кісілер КСР заманда өскендер, оларға жаңа нәрсе өте қиын болып көрінеді. Біздің әке-шешенің құрдастары мысалы. Екіншіден, жастарға ол қиын болмаса да, бірақ ол түсініксіз, мағынасыз болып тұр. Себебі апостроф арқылы жазу, мысалы сол бағанағы әлеуметтік WhatsApp, Facebook мессенджерларда сөйлескен кезде көбісі апострофты да қолданбайды ғой. Ол уақыт алады, сен бағана дұрыс айтқан сияқты, 30% уақыт алып келеді. Әрине қазақ әріптерде, қазақ тілде, ешкімге ұқсамас қазақ әріптерде көп қолданады. Қ, Г, Ү деген әріптер мысалы, оған әрқайсына апостроф қоюға өте қиын процесс болып кетеді. Ал енді осы бізді естіп отқан жақсы болушы еді, егер бізді естіп, ұлтшылдардың ойларын естіп, бір жұмыстар жүргізіп, бастып, халықтың ойын сұрап, не ойлайды екен халық, мысалы, сіз едіге не ойлайсыз деген сияқты. Ұнай ма, ұнамай ма? Сосын әр азаматтың ойын пікірін біліп, сол ойын пікірін жеткізіп, ақылдасып, әрине енді шешімді ғалымдар мен филологтар шешеді, бірақ қалай болса да халық қолданады. Халық қолданған соң, халықтан сұрап. Бұл енді былай қарап отырсаң, түгел процесс, біздің елдің процесінің өзінің бір үлкен проблема да, халықпен жұмыс істемеу деген. Қандай бір жаңа заң шықсын, жаңа бір проект болсын да, халыққа тек қана аяғы вариантты міне осылай болады екен деп айтылады. Айтылғанның өзі де бір қатты жеткіздірмейді. Мысалы, оның алдындағы көп, мысалы, оның алдындағы жер мәселесі olsun, не olsun, өте кеш жұмыс істеп отыр деп ойлаймын. Бұны кішкене ертерек алып, ертерек халыққа жеткіздіріп отқанса, оның критиканы да аз болушы еді. Тағы да екінші мен айтатын ең маңызды, меніңше өзі қарапайым азамат ретінде, бұл апострофта апостроф қолданатын, қолданбайтын нәрсесінде вариантта ақпарат жүргізу, ол халыққа жеткізу, сосын көзге көріну де қиын да. Мысалы, жақында өзімде пост жазып, апостроф арқылы жазып көрдім, шын айтсам көзім оқып кетті. Біріншіден үйренбедім, мүмкін үйреніп кетсе де уақытпен үйреніп кететін шығар, бірақ дәл қазір жағдайда өте қиын болып тұр. Ал егер үлкен ақпарат болып тұрса, немесе кітап болып тұрса, немесе бір заң кодекс болып тұрса, оны оқу өте қиын болады, қабылдау қиын болады. Соны енді онда ойластырып, онда бір жолы бар деп ойлаймын. Клавиатурада стандарттық клавиатура латын әріпте 25 әріпте, клавиатурада арқылы 8 клавиатура бос тұр. 8 кнопка, 10 саусақ жететін.
сол 10 саусаққа бағана елге айтқандай сияқты бір әріп бір дыбыс дегендей сияқты сол 10 бос орынға бір 8 қосымша ақпарат 8 қосымша әріпті қосуға болар еді. Сол вариант негізі меніңше бір қазір 90%-ына ұнап тұр. Бір әріп бір дыбыс дегендей сияқты ол ыңғайлы, бұрынғы немен де байланысты және латын әріпте де ыңғайлы. Ал ол басқа шетелдіктер не ойлайды екен деп өйтіп ойлауы меніңше мүлдем дұрыс емес. Себебі ол комплекстің ойы. Осы біздің қарап отырсаң алмандықтарды, чех, поляктарды олар оның басына кіріп шығып отқан жоқ па? Мен туралы мысалы серб досы көрші не ойлайды, мен туралы ағылшындар не ойлайды екен, әріп қалай екен деп ол ойлайды, себебі ол халықтың өзіне арналып маған ыңғайлы екен деп сөйтіп жазып отыр. Біз сондықтан біріншіден орысша сөйлейтін азаматтар не ойлайды деген ойды меніңше алып тастау керек. Себебі ол азаматтар қолданбайды ол әріппен. Ал енді қолданатын болса, екінші мақсат бұл әріпті шығарып отқан қазақша білмейтін адамдар тез үйренетін нәрсе ғой, мысалы. Ал апострофтың өте қиын үйрену. Бір әріп бір дыбыс болса, ол өте оңай үйренеді. Сондықтан анау енді шын керек біздің бір қауымымызда өзінің бір баяғыда белгілеп жатқан топ бар, қазақ тілді қабылдамай үйренгісі келмейтіндер де бар. Оларға қарап жүрсек, ешқашан латын әріпке өте алмаймыз. Сондықтан өткенде дұрыс болды. Ал енді бұмен тоқталмай, әрине қолданып, әрине өз ойымызды пікірімізді айтып, және бұл менсіз шешілді екен деп үндемей қалу емес, Фейсбукта қалай болса мүмкіндік бойынша жазып, нетіп, себебі қалай болса да адамдарға жеткізіп, билікке жеткіздіріп, бұл дұрыс емес екен, және біз жұмыс бұл шикі вариант екен, әрі қаратай жұмыс істеу керек екен деп жеткіздіру керек деп ойлаймыз, иә? Иә, мен сенімен толық келісемін. Бұл енді әлі толыққанды соңғы нұсқа емес, әлі өзгерістер болады. Біз соған сенеміз. Және кейбір интернет желілерде әсіресе байқайтынымыз, кейбір қазақ тілге байланысы жоқ, немесе қазақ тілін түк білмейтін адамдар, Қазақстанда да тұрмайтын адамдар біздің қазіргі латын әрпіне өтуімізді ол бір теріс саясат деп ойлаймын. Немесе бір мақсатпен бір мемлекеттерден алшақтау деп ойламасын деп ойлаймыз, енді бір жағынан қандай не болса да. Бірақ та бұл латын әрпі, латын графикасы қазақ ұлты, қазақ халқы үшін, қазақ тілді азаматтарға арналған. Сондықтан латын әрпіне дейін ол әлі бекітілмеген, соңына дейін бұл нұсқа өзгерістер болады. Әрине, егер де байқасаңдар, осы Ататүрік кезеңінен бастап ең бірінші латын әрпіне өткен негізі Әзербайжан, одан кейін Түркия. Содан бері қандай өзгерістер келе жатыр? Енді бізден кейін енді басқа да біздің түркітілдес ұлыстар біздің бауырларымызды өтеді деп сенеміз. Өйткені 92 жылынан бастап біздің білуімізше Қазан, яғни Татарстанда өтіндегі, бірақ та белгілі бір себептерден оларды өте алмады. Сондықтан бұл әрине бізге өте қуанышты хабар. Сондықтан біз күтеміз. Әрине, әр қазақ азаматы, әр өзінің жүрегінде ұлты деп соғатын адамдар осы өзгерістерге оң көзқарасымен қарайды деп ойлаймыз. Әрине қолдайды, қандай да болса, апострофлы болсын ба, әлде дикрафтық болсын ба, бірақ та бұл қазақ тілдерге арналған. Сондықтан көршілерімізді, кейбір азаматтар енді ойбай, көршілеріміз неліктен деген ол да дұрыс емес деп ойлаймыз. Себебі тұратын біз өзіміз, бұл енді былай, жағдайды былай абстракция жасайтын болсақ, мысалы, бір бөлек үйде болып отқан жағдай көршілерді қатты ойландырмау керек, ол не болады, шаурады емес. Сондықтан біздің солтүстік көршілеріміз айтатын бір қана сөз, русский мирдан шығып отқан ол процесс баяғыда басталған, процессті оны тоқтата алмайды. Себебі енді мүлдем басқа еліміз, мүлдем басқа мемлекетіміз, мүлдем басқа менталитет те бар. Енді қалай айтсам болады? Жағынан біздің ойымша енді біз біреудің көрші болса да мемлекеттің ішкі шаруаларына, ішкі жағдайларына кіріспейміз.
оларға күштеп латын әрпіне өтіңдер деп нұсқаулықтар бұйрықтар беріп тұрған жоқпыз. Сондықтан ол ішкі біздің шаруамыз, ол біздің болашағымыз, біздің еліміздің. Сондықтан көршілер не десе де кім қолдайды, қолдамайды, ол өз еркілері. Бірақ та біздің жолымыз ерекше, біздің жолымыз дара. Сондықтан біз латын әрпіне көшеміз, соны қолдаймыз және біздің көрермендерімізді, тыңдаушыларымызды, ұлтшыл азаматтарымызды, бауырларымызды бәрін латын әрпіне көшуді қолдауға шақырамыз. Сондықтан осы қысқаша біз өз ойымызды айтып кеттік. Бауырым екеуміз. Мен де сөйтіп ойлаймын, мына қазір жақында WhatsApp, Facebook'та жүрген видео біздің Сұрақтарды жазып отырмын, ұмытпаңыздар. Меніңше осы көтерілген тақырыбымыз жөн болды, себебі латын әріп ол біздің таңдауымыз 2025 емес, ол енді ертерек қабылдануды деп ойлаймыз. Әрине асығып онда шикі вариантта асыға асып қабылдау емес, бір сапалы түрде ойланып жеткіздіру, сосын халыққа жеткіздіріп, халықпен ойланып, халықпен бірге шешім елу. Латын әріптен ұялмаңдар жазуға. Егер біреулер ой, я не понимаю деп отырсаңыз, түсіндіріп беріп жібересіз, сауатты түрде әрине. Сондықтан латын әріптің қалай кімне десе болашақ алда. Бұл кішкентай 17 мемлекет болсын, 142 миллион болсын, кирилл әріппен қолданып жүрген, ал латын әріптермен қолданып жүрген енді ең аз болса бір 2-3 миллиард адам. Біз оларға сау болыңыз деп айтамыз, бай-бай дейміз. Ол өткен нәрсе, біз болашақ. Сондықтан келесі